Болды. Запись кетіп жатыр ма? Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз зерттегеніміз көкжиекке бұрышты лақтырылған дене атты тақырыпты қарастыратын боламыз. Көбінесе бұл қозғалысты біз волейбол ойындарында, баскетбол ойынында және де Angry Birds атты телефон арқылы ойнайтын ойында кездестіреміз. Сонымен бұл ойынды қарастырайық. Бізде Angry Birds ойында қарастыратын болсақ, белгілі бір құсымыз мына аумақта, О аумағында орналасады и белгілі бір уақыт аралығында ол ұшады. Осы ұшқан кезде ол құстың өзінің V0 жылдамдығын алады. Осы жылдамдыққа байланысты бізде үш түрлі шаманы анықтауымыз болады. Дененің қозғалыс кезіндегі жалпы ұшуға кеткен уақытын, максималды мына H аралықтағы көтерілген биіктігін, H максимум, және ең үлкен қандай аумаққа түсті, X максимум, соны табуымызға болады. Енді бұл осы шамаларды біз қалай табамыз, соны қарастырып көрейік. Құсымыз белгілі V0 жылдамдықпен ұшты. Осы ұшқан біздің құсымызды екі түрлі проекцияда қарастырамыз. Ол бізде біріншісі Y проекциясы, Y аумақта қарастырамыз. Және екіншісі ол X проекциясы, X аумағында қарастырамыз. Егер біз қозғалысымызды X проекциясы арқылы қарастыратын болсақ, ол кезде біздің формуламыз V0 косинус альфа деп аталады. Арқылы анықталады. Ал егер Y аумағы арқылы қарастыратын болсақ, мына жердегіміз ол бізде V0 синус альфа атты шамамен қарастырылады. Неге косинус синус? Бұның барлығы бізде геометриядағы Пифагор заңы, тік бұрышты үш бұрыштың формуласынан шығады. 90 градусқа қарсы жатқан катет бізде жалпы қарама-қарсы катетке байланысы бізде синус береді, ал іргелес жатқан катетке қатынасы ол бізде косинус береді. Енді қарайық. Әуелі осы біз бұл шамаларды анықтамас бұрын біз білеміз, Y бойынша болса біз синусты қарастырамыз, X бойынша болса біз косинусты қарастырамыз. Енді әрі қарастырып көрейік. Бірінші бізде құстың жалпы ұшу уақытын таппас бұрын, жай ғана ұшу уақытын табайық. Ол бізде неге тең болады? Т-тең. Бізде осы көкжиекке бұрыш жасауды анықтамас бұрын бізде еркін түсу деген формула болатын. Сол кездегі формула бойынша ол бізде V бөлінген G деген формуланы анықтады. Болмаса негізгі формуламыз V тең болады G бөлінген T деген формула бар. Осы анықтайтын болсақ, T тең болады V бөлінген G деген формуланы анықтады. Енді қарайық. Жалпы ұшу уақыты мына жерде денеміз мысалы мына аумақта былай ұшып бара жатыр деп қарастырайық. Мына аумақты қарастырғандықтан қазір ол бізде мына аумақта жатқан жоқ қой. Ол бізде мына аумақта жатыр. Сондықтан біздің жылдамдығымыз қазір V0 синус альфа болады және бөлінген G болады. Бұл бізде Т көтерілу уақыты. Енді қарайық. Т құлау уақыты. Ол бізде мына жерде ең максимум нүктеге келді, H максимум нүктеге келді да белгілі уақыт тоқтап қалады және әрі қарай қайтадан төмен қарай түседі. Осы құлау уақыты да бізде V бөлінген G деген формуламен анықталады. Демек біздегі жалпы құлау уақытымыз ол бізде V0 синус альфа бөлінген G деген анықталады. Енді қарайық. Жаңа айтқан біздің Т ұшу аумағымызды табайық, уақытымызды Т ұшу. Ол неге тең болады? Біздің мына жерде көтерілген Т көтерілуімізбен, шамамызбен, мына аралықта түскен Т түсу уақытының екеуінің қосындысы жалпы мына аумаққа кеткен бізде нені береді екен? Уақытты береді. Яғни шында Т көтерілу қосылған Т түсу, болмаса Т құлау деп атайық. Сол кезде бізде V0 синус альфа бөлінген G қосамын. V0 синус альфа бөлінген G, ол бізге не береді? 2 V0 синус альфа бөлінген G береді. Демек біздің Т ұшу уақытымыз неге тең болады екен? 2 V0 синус альфа бөлінген G береді. Енді біз H максимумды қарап көрейік. Ең биік H максимум деп отырғанымыз не ол? Дененің ең биік көтерілген биіктігі, болмаса Angry Birds бойынша қарастыратын болсақ, ең үлкен ол қандай биіктікке көтерілсе, сол бізде H максимум деп аталады. Бұл H максимум бізде мынандай формула бар. V квадрат бөлінген 2G. Бұл формула қайдан шықты? Соны талайық. Еркін түсу құлаған кезде уақытсыз жылдамдықтың формуласы бар. V тең болады түбірасы 2G деп аталады. Осыны біз қазір әрі қарай өрнектейтін болсақ,
екі жақтан құтылу үшін квадраттаймыз. Сол кезде v квадрат деген болады 2g h деген формула шығады. Ал одан біз h-ты табатын болсақ, ол бізге қазір не береді? v квадрат бөлінген 2g-ді береді. Енді қарайық, v квадрат бөлінген 2g бойынша қарастыратын болсақ, мына аралық бізде тоже ең максимал аралық, қай аралықта жатыр? Мына аралық. Яғни ол жерде қазір жылдамдық не болады? Синусты береді. Енді бұл жерде біздің формуламыз қазір сонда қалай болады екен? v0 квадрат. В деп отырамыз, v0 синус альфа. Сол кезде v0-дің квадраты, синустың квадраты ол бізде не береді? Синус квадрат альфаны береді. 2g-ді солаймен жазамыз. Сол кезде h максимал биіктікке көтерілген кездегі жылдамдықтың биіктіктің теңдеуі мына формула бойынша анықталады екен. Яғни сонда v0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2g. Бұл бізде қай формула арқылы шықты? Мына теңдеуін шықты. Еркін дененің уақытқа тәуелсіз жылдамдығының теңдеуі. Енді біз соңғы табатын шамамыз ол ең соңғы табатын уақытымыз осы жаңағы Angry Birds-тағы ең максимал түскен қашықтығы. Ол бізде h максимал деп аталады. Енді қайттан жаңа Angry Birds сала қояйық. Мына аумақтан мына аумаққа дейін қозғалсын. Мен шама қисықтау шығып жатыр. X және Y аралықта. Мынау жаңа бізде мына жылдамдықтың мына проекциясы v0 косинус альфаны беретін болды. Ал мына проекциясы ол бізде v0 синус альфаны беретін болды. Енді қарайық, ең h максимал мынау x бойынша бізде v0 косинус альфа. Ол y осі бойынша ол бізде не береді? v0 синус альфаны береді. Мыналарды біз қайдан алдық? Жаңа OX бойынша проекциясы жылдамдықтың нені берді? Косинус берді. Ал OY бойынша проекциясы ол бізде синус берді. Енді қарайық. Мына кездегі біздің формуламыз қалай анықталады? Бізде X бойынша проекциямыз болғандықтан қазір жылдамдықты не бойынша қарастырамыз? Косинус альфа деп қарастырамыз. Себебі ең максимал түсу қашықтығы мына аралықтан белгілер мына жерден құлап тұр. Міне мына аралықта құлайды деп тұр ғой. Ал мына аралық бізде немен қарастырылады? Косинуспен қарастырылады. Бізде мынандай формула бар. В тең болады g-ті ең еркін құлаған кездегі жылдамдығының формуласы. Енді қарайық. Осы бойынша енді x табатын болсақ, ол бізде x тең болады v көбейтілген t-ны береді. X-ті тауып көрейік. Ең максимал. V-ны біз жаңа айттық. Проекциясын аламыз. v0 косинус альфа. T. Жалпы t ұшу уақытын аламыз. T жалпы ұшу уақыты. Ол t жалпы ұшу уақыты мана бізге неге тең болды? v0 синус 2v0 синус альфа бөлінген g-ға тең болды. Енді қарастырайық. Қазір v0 мен v0 не береді? Бізге v0 квадратты береді. G солаймен жазылады. Ал мына жерде 2 синус альфа косинус альфа деген формула алады. 2 синус альфа косинус альфа деп отырамыз. Бізде тригонометриялық теңдеу. Тригонометрия бойынша ол бізде синус 2 альфаға тең. Сонда бізде ең үлкен аумақтағы түскен қашықтығымыз мына формуламен анықталады. v0 квадрат көбейтілген синус 2 альфа бөлінген g. Сонымен оқушылар, бүгін біз Angry Birds ойындағы байқалатын физикалық қасиеттері бойынша есептерді шығаруды қарастырдық. Жалпы Angry Birds ойыны бойынша ең максимал биіктікке көтерілуі, ең үлкен ара қашықтық және ұшу уақыты, көтерілу уақыты және жалпы кеткен уақытты анықтадық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.